тамаша өнерпаздарымызға бір қошемет білдіріп қояйық. Қыркүйектің екінші жексенбісі отбасы күні болып бекітілген еді. Тақырыбымызға достық болсын, экранға назар аударыңыз. Біз үйленген кезде жұмыс берген жатақханада тұрдық. Бір-екі ыдысымыз, бір төсегіміз ғана болды. Анамның берген алашасынан басқа дүние болған жоқ. Әкең цехта жұмыс істеді. Мен оқыдым. Ол кезде саған аяғым ауыр болатын. Кейін сені босанғаннан кейін кешкі оқуға ауыстым. Сабаққа кеткен кезде папаң қарап қалатын. Сүтіңді беретін, бесікке бөлейтін. Есімде көктем кезі аудиторияда сабақта отырып терезеден қарасам, папаң екеуің мені күтіп тұрсыңдар. Папаңның өзінше маған істеген бір жағы тосын сыйы ғой. Үйдегі бар киімді кигізіп шығара салыпты. Сол күні фотосалонға барып бәріміз бірге суретке түстік. Ол кезде қазіргідей магазиндер жоқ, сүт алу үшін кезекке тұрасың бар. Ертемен барып мен көшет алып кезекке тұрамын. Сені ертіп маман келеді. Мен ары қарай жұмысқа кетем. Сөйтіп жүріп, бәрін бірге кезектесіп жүріп көтердік. Ол кезде әкелерің қолдау болмағанда медицина институтын бітіре алмас едім. Тісі шыға ма, іші ауыра ма, түнде ұйықтамайтын кезде жұмыстан келсе де 1-2 сағат ұйықтап алшы деп өзі қарайтын. Осы қызметте менің жетістіктерге жетуім осы аналарымның арқасы. Мені қызмет бабымен қай қалаға ауыстырса да чемоданды жинап, сендерді ертіп, менің артымнан еріп жүре беретін. Ауызбіршіліктің арқасы сендерді жетілдірдік. Қызметте де жаман болған жоқпыз. Нау суреттерге қарап отырып есіме түсіп отырғаны ғой. Өткен 30 жылымызда қиындықтар да болды, сынақтар да болды. Оның бәрін әйтеуір бастысы біргеміз ғой. Біздің отбасы құруымыз дәл тәуелсіздікпен қатар. Біз көп өзгерісті көрдік. Ең бастысы қай заман болса да, қандай саяси кезең болса да, онда ең басты мәселе отбасы болып қала береді. Үй ішінде екеуінің сыйластықпен ауызбіршіліктерің мықты болса, екеуінің сыйластықтарын жылдан жылға мықтылана береді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көрегенділігімен даналығының арқасында қыркүйек айының 2-ші жексенбісі отбасы күні болып аталып келе жатыр. Бүгін мынау біздің отау құрғанымызға 30 жыл болып зымыраған уақыт-ай. Сендер де соған жете беріңдер. Бүгінгі отбасы күні бәрімізге де құтты болсын. Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің кеңесшісі Әбден Қарақат Жақсылыққызына сөз берді. Қошеметпен қойыңыздар. Әр отбасының жағдайы мемлекеттің өркендеуіне, экономикасына, мәдениетіне ықпалы өте зор. Қала әкімі Алтай Сейдірұлы Көлгіновтың атынан сіздерді отбасы күнінен сәлемін жолдауға рұқсат етіңіз. Бізде әдемі грамотасы бар. Тау бар екен. Бүгінгі ең қасиетті отбасы күнінен барлық аналарды, барлық әкелерді, барлық бауырларды құттықтаймын. Жақсы күндеріміз көп болсын, барлық қауымға, мына жерде отырған зиялы қауымдарға көп рахмет. Отбасы күніне орай өткізілген отбасы өмірінің бір күні тақырыбындағы
байқауға белсене қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Нұр-Сұлтан қаласы ішкі саясат басқармасының басшысы Бабамұрат. Рахмет сізге. Асыл әже, өзіңіздің немерелеріңізді тәрбиелей беріңіз. Тамаша. Және де балалар әлемі сауда орталығына сертификаттар табыстаймыз. Қошеметтеріңізді аяймаңыздар. Емен болып отырайық. Тамаша жеңес. Еңбекқор отбасы номинациясымен марапатталады. Отбасы күніне орай өткізілген отбасы өмірінің бір күні тақырыбындағы байқауға белсене қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Отбасыларыңызға амандық, баянды бақыт пен ынтымақ тілеймін. Ізгі тілекпен Нұр-Сұлтан қаласы ішкі саясат басқармасының басшысы Бабамұрат. Қайырлы күн. Залда жиналған көпшілік қауым, төрт отырған меймандар, отбасы күні құтты болсын. Әйел адамның өмірін 180%-ға, тіпті 360%-ға өзгертетін нәрсе ол ана болу. Ана болу теңдессіз үлкен бақыт, ана болу жауапкершілік. Ана, ата, ол ұлттың дамуына ғана емес, бүкіл адамзаттың дамуына үлес қосады. Тамаша, ендеше Аяулана номинациясының жеңімпазын ортаға Кемелбековтер отбасына шақырамыз. Ұлы ана номинациясымен марапатталады. Отбасы күніне орай өткізілген отбасы өмірінің бір күні тақырыбындағы байқауға белсене қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Отбасыларыңызға амандық, баянды бақыт пен ынтымақ тілеймін. Тамаша, керемет, және де гүл шоқтарымыз бар. Отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын, қызыққаныстарыңыз көп болсын. Әкелеріңізге тоғай-тоғай сәлем айтыңыздар. Отан отбасынан басталады. Әрбір адамның алтын ұясы ол отбасы. Отбасы сыйластық пен жарастықтың, сүйіспеншілік пен бірліктің, сенімнің мызғымас тірегі. Біз бақытты отбасымыз. Отбасы өмірінің бір күні тақырыбындағы байқаудың 3-ші орын иегері Динашевтер отбасын құттықтаймыз. Ассалаумағалейкум, қасиетті қазақ елі. Мерейлі отбасы жобасына қатысып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Және біздің отбасымыз өте өнегелі, мерейлі жетістіктеріміз көп, осындай жобаларға қатысамыз. Ол менің отбасым. Біз күніміз естіп басталады. Таңғы аспен. Сәлем барша қазақ елі. Менің атым Алия. Мен Нұр-Сұлтан қаласы 26-шы мектеп гимназиясының 5-ші сынып оқушысымын. Мен бүгін сіздерге отбасымдағы бір күн қалай өтетінін көрсетіп берейін. Мен осы өмірге әкелген, ең жақсы киімді әперген анамның дұғасы екен ғой. Табаны астында жұмақ бар, демеңіз сірәда бұл аңыз. Анада сарқылмас шуақ бар, шырақтың сөнбеуін сұраңыз. Анашым, аман бол тілерім, ал сіздің қабыл ғой дұғаңыз.
Anандай asыл адамды табарсың қалай жер көктен, қадірлеп аппақ жаулығын, тағдырдың тартқан тау жүгін, ауылда қалған анаңа қоңырау шалдың ба?